Қайырлы күн шебер қаншайымдар. Бүгін біз сіздерге мынандай сәнді роза гүлді тоқып көрсететін боламыз. Ол үшін бізге жіп, мынандай таяқша, крючок, қайшы және ыстық кіре қажет болады. Ал енді жұмысымызды бастайық. Мындай басын іліп алып, осы жерден шамасы 4 рет жіпті шығаратын боламыз. Бір тесіктен қайта шығарасыздар. Міне, екінші шықты менде. 3, мына 4. Осы 4 рет шыққаннан кейін барып, жанынан біріктіреміз да, және осыны айналдырып тоқи береміз. Біздікі мынау жалпақ дөңгелек тоққан дөңгелектің үстіне айналдырып беріп 3 қатардан тоқитын боламыз. Міне біз айналдырып өсіп тоқып шықтық. Енді осыны соңғы қатарын ілемізді. Осылай тоқып, ат жағынан бастап теріс қарап аудартамыз да, ары қарап теріс қарап, мысалы, және бір клеткадан бір жіп шығатын болсақ, енді әр клеткадан жеке клеткадан 2-2-ден шығаратын боламыз. Оны біз ақырына дейін тоқымаймыз, шамасы мына жерге дейін, жасына жетер-жетпес қып тоқып шығамыз. Әр клеткадан 2 жіптен шығарып, міне біздікі мына жерге дейін тоқыдық. Соңғы клеткасын бұдан да біреу қылып өткізіп, тағы да біз бір клеткадан 2 жіптен шығарып, осылай 3 қатар тоқитын боламыз. Міне шебер қаншайымдар, осындай гүлдің бір жапырағы шықты. Бас жағындағы шығарамыз. Осындайдан біз 5 істейтін боламыз. 5 қылып істедім мен. Ендігі кезегіміз 5 жапырақ істедік. Енді кезегіміз ыстық креммен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін біз мына таяқшаның басын аламыз. Жібімізді алып, осыны айналдырып, ішіне құйып, бүйтіп орап шығамыз. Біріншіні орадық, екіншіні жайлап, ыстық креммен жұмыс істейтін кезде қолдарыңызда байлаңыздар, күйдіріп алмаңыздар. Екінші жапырағын жапсырдық. Жабысқанша қысылап ұстап тұрыңыздар. Үшінші жапырағын. Міне біздің әдемі сәнді гүліміз дайын болды. Енді осының бас жағын Біздің осындай гүліміз дайын болды. Енді осыған
мындай бір тоқып, оны ендігі жол көрсететін боламын. Осылайна жапырағын жапсырып, ақыр жағына шипті орап тоқитын боламыз. Міне шебер ханшайымдар, біздің әдемі сәнді гүлдеріміз осылай дайын болып шығады. Назар сап көргендеріңізге рахмет. Қайырлы күн шебер ханшайымдар. Біз өткен жолы тоқыған роза гүлдерімізді бүгін енді мынандай құмыра тоқып, тоқыма жіппен тоқып, осының ішіне орналастыратын боламыз. Біреуге сыйлыққа бергенге де, үйге қойғанға да әдемі көріне керек болады. Ол үшін бізге осындай тоқылған өздеріңіз қалауларыңыз бойынша құмыра қылып тоқсаңыздар болады. Мен асты жағын құлпынай қылып, бетін осылай қылып тоқыдым. Енді оған бізге сәнді тастарыңыз болса, осындай сәнді тастарыңызды алыңыздар. Маған 7 гүл тоқыдым, осы 7 гүлді пайдаланатын боламыз. Және ыстық кіре қажет болады. Енді жұмысымызды бастайық. Ортаға жапсырып аламыз сәндік ретінде. Және өзінің басын мен осы жерлерге шамалап қойдым. Сол үшін мынаны өткізсек қыстырады. Егер қаттырақ қатсын десек, астына кремімізді қатты жапсырып аламыз. Ендігі кезек гүлдердің арасына кіргізу керек болады. Ол үшін біз мынандай жуалдыз инені пайдалану арқылы тесіп шығатын боламыз. Міне шебер ханшайымдар, гүлдің бәрін жайғастырып болдық. Енді одан да сәнді болу үшін сәнді моншақтарды алып, біз осыны құлпынайлардың ортасына жапсыратын боламыз. Міне шебер ханшайымдар, бетіне де, гүлдің бетіне де моншақ жапсырып, осындай сәнді тазада гүл жасасаңыздар болады.